Саламатсыздар ма? CapCut'та видеоны осылай жасау үшін не істейміз? Бірінші CapCut'қа кіреміз, керек видеомызды таңдап аламыз да. Содан қолдың қай жерінен басталатынын бірінші белгілеп аламыз. Сол белгілеп алған жерден бастап текстті басып, рисовайтты басамыз. Кез келген шрифтті, сызықты өзіміз таңдап аламыз да, кішірейтеміз, үлкейтеміз, өзіңіз білесіз. Содан кейін түп-түзу қылып қолымызбен сызып шығамыз. Міне осылай. Содан кейін болғаннан кейін қай жерден қай жерге аяқталатынын бірінші қарап алыңыздар. Содан кейін осы сызығымыздың үстінен басып анимацияға өтеміз де появлениені басамыз. Сонда бізде қолымыздың жүрісімен бірге сызық сызылады. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.